Мен 1982 жылдың 4 желтоқсанында дүниеге келдім. Алғашында мені анама көрсетпепті. Анам бірден балам қайда деп сұраған екен, бірақ жауап ала алмайды. Туғаныма бірнеше секунд өтсе де, мені көрсетпей жатқан дәрігерлерге қарап іштей бір жайсыздықты сезеді. Ал дәрігерлер баланы беруге асықпайды, педиатрды шақырады. Мені бөлменің бір бұрышына апарып бір-бірімен ақылдаса бастайды. Анам жылаған даусымды естіп жүрегі тынышталады. Ал менің қолымда жоқ екенін байқаған әкем есеңгіреп қалады. Оны сыртқа алып шығып су бүркіп есін әрең жиғызып алады. Медбикелер мен дәрігерлер менің сыйқымды көріп шошиды. Мені бірден жүргекке орап тастайды. Медицина қызметкерлерінің әбіржулі түрін көрген анам: «Не болды? Балама не болғанын айтыңыздаршы», деп өтінеді. Дәрігер жауап бермейді. Алайда анам да өз айтқанынан қайтпайды. Сол кезде ғана дәрігер фокомелия деген медициналық терминді айтады. Анам бәрін түсініп қояды, бірақ сене алмайды. Фокомелия бұл жарым жандық немесе дене мүшелерінің кемдігі. Бұл кезде әкем дәлізде ештеңе түсіне алмай дел-сал тұрған. Педиатр шығып онымен сөйлеспек болған кезде әкем жылап тұрып: «Ұлыма не болған? Оның шынымен қолы жоқ па?» деп сұрайды. Педиатр: «Қолы да, аяғы да жоқ», деп бәсең жауап қатады. Әкемнің аяғы дірілдеп, тіл қатпастан орындыққа сылқ ете қалған. Бірақ отағасы ретінде жауапкершілікті сезініп, әке түйсігі жеңіп, мән-жайды ескерту үшін анама қарай беттейді. Келсе, анам бәрін естіп, жүрегі қарс айырылып, қамыға жылап жатыр екен. Дәрігерлер мені қолына бермек болғанда, бауырына да басқысы келмей, бөлмеден шығып кетуін өтінген. Медбикелер мен акушер әйел де көз жасына ерік берген. Менің де шырылдап жатқаным түсінікті. Ақыры құндақталған кейпімді анама көрсетеді. Анам маған көз қиығын да сала алмаған. Өйткені тар құрсағын кеңейткен сәбиінің қол-аяғы жоқ еді. «Оны алып кетіңдер, ұстағым да көргім де келмейді», деп айқай салады анам. Әкем әлі күнге дейін дәрігерлерді анамды психологиялық тұрғыда дайындамағанына өкінеді. Анам ұйықтап қалғанда әкем келіп, мені көріп, сосын анама барып: «Ол сондай әдемі», дейді анамнан. «Бөпеңді көргің келе ме?» деп сұрайды. Алайда анам әлі де ес-түссіз күйде еді. Әкем оны сезімін түсінді де оған құрметпен қарады. Менің өмірге келуім ата-анам мен айналама қуаныштан гөрі қайғы-мұңға бөлейтін оқиғаға ұқсас ахуал еді. Осы кезде егер Құдай адамзатты жақсы көрсе, онда мұндай жағдайға неге жол береді деген әңгіме жұрт арасына тарай бастаған. Оның шынымен қолы да жоқ па деп сұрайды. Педиатр: «Қолы да, аяғы да жоқ», деп бәсең жауап қатқан. Анамның қайғысы. Тұңғыш баланың дүниеге келуі отбасын нығайта түсетін ерекше қуаныш. Бірақ мен туғанда анам ешкім гүл сыйламапты. Бұл оны одан сайын күйзелтіп, онсыз да жаралы жүрегін күпті етеді. Анам көз жасын тия алмай, содан мен гүл беруге лайық емеспін бе деп жылайды. «Кешір, әрине сен лайықсың», дейді әкем. Одан шығып кетіп, бір құшақ гүлмен оралады. Мұның бәрін 13 жасымда білдім. Сол кезде бастап өзімнің қалай туғанымды, мені алғаш көргенде олардың қандай күйде болғаны жайында сұрай бастадым. Мектепте де оңай болмады. Оны анама айтқан сайын, ол маған қосылып жылайтын. Аяқ-қолымның жоқтығынан қалай қиналатынымды айтатынмын. Сондай сәттердің бірінде анам жасымы сүртті де, Құдайдың маған арнаған ерекше жоспары барын таяуда ол бәріңізге мәлім болатынын айтты. Ол қандай жоспар? Ата-анамды сұраудың астында алдым. Бірде әкемнен, енді бірде шешемнен, ал кейде екеуінен бірдей сұрадым. Менің сұрақтарым көбінесе қарапайым қызығушылықтан туындайтын.
Оған қоса мені қызық құмар сыныптастарымда сұрамайтынымды сұрайтын. Алғашында мен ата-анамның айтатын әңгімелерінен үрейленетін едім. Оларға да мән-жайды айту өте ауыр тиді. Сондықтан ата-анамды тергегім келген жоқ. Алғашқы кезде анам мен әкем мені қорғауға тырысып, жаныма жара салатын естеліктерді айтпайтын. Бірақ есейе келе менің де сұрағым көбейе түсті. Бұрынғыдай алдаустыратқан жеңіл-желпі сылап-сипай салатын жауаптарын қабылдай алмайтындай халге жеткен кезімде олар ағынан жарылып, сезімі мен қорқынышын айта бастады. Мен шыр етіп дүние есігін ашқанда анамның қолына алғысы келмегенін естіген сәтте жаным шығып кете жаздады. Өз анаңның сенен бас тартуға дайын болғанын есту қандай ауыр еді. Мен әлбетте мұңайдым. Өзіңізді менің орныма қойып көріңізші. Ешкімге керек емес екеніңізді естіп білу оңай емес. Бірақ мен ата-анамның осы күнге дейін жасаған жақсылықтарын есіме алдым. Мені жақсы көретін, осы уақытқа дейін алақандарына салып аялап келе жатқандарынан білемін. Бар шындықты естіген кезде өзімді анамның орнына қойып көретін жасқа жеткен едім. Жүктілігі қалыпты өткен, тек түйсігі ғана бірдеңе дұрыс емес деген белгі берген. Қатты шошып есеңгіреп қалған. Анамның орнында болсам мен не істер едім? Олар сияқты бұл қайғымен күресе алар ма едім? Күмәнім бар. Ата-анама осы ойымды айттым. Бұдан кейін де тағы көп естелік айтылды. Бұл әңгімені балалық шақта емес, ес білгенде естігенім дұрыс болды. Оған дейін ата-анамның мені жақсы көретініне көзім әбден жеткен. Біз өзіміздің сезіміміз бен үрейлерімізді бір-бірімізге айта бастадық. Ата-анам Құдайдың маған деген белгілі бір мақсаты барып түсіндірді. Мен өте табанды және батыл бала едім. Ата-анама, ұстаздарым, сыныптастарымның әке-шешелері, өзге де кісілер менің өмір сүруге құлшынысымнан үлгі алып, жігерленетінін айтыпты. Ал мен бұл өмірде тек өзімнің ғана қиналып жүрмегенімді, басқаларға да оңай емес екендігін түсінетінмін. Бүгінде мен әлемнің түкпір-түкпірінде саяхаттап жүрмін. Осы сапар барысында небір ауыр тағдырды көремін. Өмірімнің басқаша емес, дәл осылай жазылғанына разымын. Мен өзіміздегі жоққа назар аудармаймын. Жаман ауруға душар болған жетім балаларды, зорлық-зомбылыққа тап болған әйелдерді, кедейлігінен қарызын төлей алмай, абақтыда жалғаған адамдарды да көріп жүрмін. Бейнет барлық жерде кезігеді. Кейде тіпті соңы азапқа айналып кетіп жатады. Қандай тақсірет тартса да, мойымайтын, еңсесін тік ұстап жүрген жандар баршылық. Мысалы, Египеттің ата-анасы Каирдің шетіндегі қоқыс қаласы атанған елді мекенінен қуаныш көремін деп мүлде ойламаппын. Маншит Нассер кварталы қырда орналасқан. Кварталдың аты сол аймақтан шығатын өте жиіркенішті сасық иіске байланысты қойылса керек. 50 мыңдай халқы бар қоқыс қаласының тұрғындары көше бойы қоқыс жинап, оны үйіне келіп сұрыптайды. Күн сайын олар 8 миллион халқы бар ел астанасынан шыққан тау болып үйілген қоқыстың ішінен сатуға, өңдеуге болатын, тым болмағанда қайта қолдануға келетін зат іздейді. Көше толы қоқыс, мүңкіген сасық иіс. Бір қарағанда сырттан келген кісіге бұл жердің халқы мұңлы сияқты көрінеді. Я, олардың өмірі өте қиын. Бірақ маған кездескен адамдар бір-біріне қамқор, бақытты және жүректері иманға толы еді. Египет халқының 90% мұсылмандар. Қоқыс қаласы Каир қаласының христиандар басым тұратын жалғыз аумағы.
Ондағы халықтың 98% копт христиандары. Күні бүгінге дейін көптеген лас жерлерді көрдім. Солардың ішінде Каир қаласындағы қоқыс қалашығы ең қорқынышты һәм жиіркеніштісі еді. Бірақ сол жердегі халықтың бір-бірімен меймандостық қарым-қатынасы мені таңғалдырды. Кішкентай бөтен шіркеуге мені тыңдау үшін 150-ге жуық адам жиналды. Мен сөйлей бастаған кездегі олардың қуанышы мен бақытты жүздеріне таң қалдым. Ондайды өте сирек көремін. Олар мені бірден ұнатып қалды. Адамдардан мұндағы өмірдің қалай өзгергені жайында сұрадым. Олардың сенімі өмірдегі қиындықтарынан жоғары тұрған еді. Үміттері жердегі өмірмен емес, мәңгілік өмірмен байланысқан. Ғажайыпқа сенеді. Құдайдың бәріне кәміл иман келтірген. Мен оларға Құдайдың өмірдің қалай өзгерткенін айттым. Қайтардан бұрын бірнеше отбасыға 2-3 аптаға жететіндігін, күріш, шай және аздаған ақша қалдырдық. Спорттық жаттығу құралдарын, футбол добын және балаларға сергіткіш алып бердік. Олар бірде бізді жергілікті балалармен ойнауға шақырды. Сондай лас жерде жүргенімізге қарамастан көңіл күйіміз көтеріңкі еді. Сол балаларды олардың күлкілерінен ешқашан ұмытпаймын. Адамның кез келген жағдайда бақытты бола алатынын түсіндім. Тек Құдайға деген сенімі жоғалтпауға тиіс. Кедей балалар қалай күледі, бақыттыларға қалай қуанады. Олар өздері еңсере алмайтындай қиындықтардан биіктеп кетті. Сосын өздері түсініп және бақылай алатын істерге назар аударды. Ата-анам да бір Құдайға сенді. Бәрі Құдайдың бұйрығымен болады.